Миллионнан аса тұрғыны бар үлкен мегаполис Алматы. Көшелердің бәрі әрленіп, мерекелік әшекейлер мен гирляндаларға толы. Ал орталық алаң, сауда үйлері және саябақтарда жаңа жылдық әсем шыршалар самсап тұр. Яғни қалада әдеттегі мерекелік ахуал. Жаңа жылға дейін небәрі 4 күн қалды. Көшелердің бәрінде үйреншікті кептелістер. Алайда Желтоқсан мен Бөгенбай Батыр көшелері қиылысындағы кептелістің азаятын түрі жоқ. Бір сағатқа жуық тұрған көліктер бір адымда қозғалмаған. Себебі белгілі. Қиылыста бірнеше полиция көліктері тұр. Оған қоса, сақшылар сары таспамен оқиға орнын оқшаулап жатыр. Зығырданы қайнаған жүргізушілер дыбыс белгілерін басып әлек. Бәрі дерлік жол апаты болды деп топшылап отыр. Бірақ ақиқат әлде қайда сорақы. Жол жиегінде тұрған көліктен бойжеткеннің мәйіті табылды. Қаланың қақ ортасынан. Бастапқыда сақшылар қылмыстың себебі қарақшылық тонау деп ойлаған. Бірақ тергеу барысында қылмыстың өрескел, тіпті адам нанғысыз жайттар ашылды. Яғни шпиондық құрылғылар, жыныстық қатынасты жасырын таспалау, көзге шөп салу және қасіретті опат. Деректі фильм басталмас бұрын арнаға жазылып қойыңыз. Әйтпесе кезекті жұмыстарымды өткізіп алуыңыз мүмкін. Сонымен бастайық. Бұл 224-ші қылмыстық іс. Алматы. Заман ағымы тым жылдам болып кетті. Ал біз қалыс қалмауға міндеттіміз. Себебі заманауи цифрлы құралдардың маңызы өте зор. Мультфильмдер, бейнеклиптер және қысқаметражды фильмдерді енді үйде отырып-ақ жасауға болады. Бұрынғыдай видеографтардың қажеті жоқ. Аталмыш құралды тіпті қосымша табыс көзіне айналдыруға болады. Отандық хабарландыру алаңдарында жасанды интеллектпен тапсырысқа бір видео жасау 5.000 теңгеден 15.000 теңгеге дейін тұрады екен. Бәсекелестер саны әзірге көп емес. Сондықтан уақыт жоғалтпай көшке ілесіп алған абзал. Егер блогер болсаңыз, осы құралмен видеолар әзірлеп, контент жасауға болады. Яғни мүмкіндіктер сан алуан. Бәрі сіздің қиялыңыз бен пысықтығыңызға байланысты. Видео сабақтар менің жабық телеграм каналымда өтеді. Дәрістер өте жеңіл әрі түсінікті тілде. Видео жасау барысы нөлден бастап тәптіштеп көрсетіледі. Ең бастысы, бір ғана емес, бірнеше тегін құралды игеруге болады. Сабақ бағасы небәрі 2500 теңге. Үйренуге ниетті болсаңыздар, төмендегі WhatsApp нөміріне ЖИ деп жазыңыздар. Аузыңнан қиып абдырап жүргенде, пысықтар жасанды интеллект үйреніп жатыр. Полиция бөлімшесіне жедел жәрдем қызметкерлерінен шұғыл ақпарат түсті. Желтоқсан мен Бөгенбай Батыр көшелері қиылысында бойжеткеннің мәйіті табылған. Марқұм өзіне тиесілі Nissan Murano көлігінен анықталыпты. Дәрігерлердің сөзінше, мәйітте зомбылық іздері бар. Видимых повреждений на машине на момент осмотра не зафиксировано. Оқиға орнына келген сақшылар көліктің айналасын оқшаулап жатса, криминалистер мүрдені шолуға кірісті. Өлім себебі айдан анық. Марқұмның мойнынан қызыл түсті жіп табылды. Демек бойжеткен асфиксиядан, яғни қылқынудан көз жұмған. Көлікті тінту барысында сақшылар тосын жайтқа тап болды. Марқұм қоштасу хатын қалдырып кетіпті. Қымбатты жақындарым, сендерден кешірім сұраймын. Әбден қандарыңды ішіп біттім. Мезі қылдым. Кешіріңдерші. Енді мазаларыңды алмаймын. Енді құлақтарың тыныш болады. Менсіз өмір сүріп, бақытты болыңдар. Жазу мәнеріне қарасақ, ұқыпты әрі қатесіз. Демек марқұм алдын ала дайындалып, аталмыш хатты асықпай жазған. Бірақ жас қыздың өзіне қол жұмсауына не себеп болды? Мәйітті шолған сарапшылар бұл тұжырымды бірден жоққа шығарды. Біріншіден, марқұмның бетінде соққының ізі бар. Екіншіден, мойындағы жіп ешқандай тірекке байланбаған. Ал адамның өзін-өзі өлгенше қылқындыруы мүмкін емес. Аталмыш кадрларды YouTube'да көрсетуге болмайды. Сондықтан Telegram каналында ғана жариялауға мәжбүрмін. Сілтемесі әдеттегідей төменде. Десекте есіктің тұтқасы немесе басқа да биік емес тіректерге асылып мерт болатын оқиғалар аз емес. Бірақ бұл марқұмның мойындағы жіп нықтап оралмаған. Яғни қасақана өлтірілгені айдан анық. Дей тұрғанымен, қоштасу хатының мәнісі түсініксіз.
Сонда бойжеткен өзінің өлетінін алдын ала білген бе? Көп замай марқұмның жеке басы анықталды. Ол 22 жастағы Алла Анисимова. Анықталғандай, мәйітке тап болған оның жігіті, аты жөні Шәкір Уәлиев. Кездесіп жүргендеріне жарты жылға жуықтапты. Екеуі де Арником атты кеңсе тауарларын сататын фирмада жұмыс жасайтын болған. Алла бухгалтердің көмекшісі, ал Шәкір көлік жүргізушісі. Айта кетерлігі, мәйіт табылған көлік аталмыш фирманың автотұрағынан табылған. Жауап қалынған жігіт тың деректермен бөліседі. Оқиға күні ол Алламен әлдене үшін сөзге келіп қалыпты. Сөйтіп жұмыстан соң сөйлесуге келіскен. Бірақ кешкі сағат 6-дан кейін телефон тұтқасын көтермей қойған соң, жігіт оны мазаламауды шешіпті. Осылайша тағы 4 сағат өтеді. Бойжеткен сол күйі телефон көтермейді. Сүйіктісі жұмыстан әлі кетпеген болар деп ойлаған жігіт әлгі Арником фирмасының кеңсесіне аттанған. Сөйтіп автотұрақта тұрған Алланың Nissan Murano көлігін байқайды. Так, остановился вот здесь. Вот так, ну, чуть приподнялся с сиденья. Увидел, вот как посередине шуба лежит. Шуба, да? Да. Раз это, дверь открыта, вот открыл вот так, увидел ее ноги. Вот здесь вот так ее ноги лежали. Я думал, она спит. Я вот так залез, Алла ее сначала, а она ноль эмоций. Шәкір Уәлиевтің жауаптары қисынды естілгенімен бірден күдік келінді. Біріншіден, оқиға күні араларында жанжал болған. Екіншіден, марқұмның көлігінен оның саусақ іздері табылып отыр. Бірақ бұл айып тағуға негіз емес. Себебі жанжалдасқандардың бәрі бірін-бірін өлтірмейді. Ал көліктегі саусақ іздері қалыпты жағдай. Жігіті болғандықтан, қыздың көлігіне жиі отырғаны түсінікті. Сондықтан тергеушілер жігіттен ешқайда кетпеу туралы тілхат алып, өз жөнімен жіберуге мәжбүр болған. Ал мәйітханада марқұмның мүрдесін шолып жатқан сарапшылар тосын жайтқа тап болғаны бар. Мәйітті шолған сарапшылар оның аяғы ауыр болғанын анықтады. Жүктілік мерзімі 1 айға жуық. Енді тергеушілер Алланың жігітін қайтадан жауап қалды. Бәлкім әке болғысы келмеген Шәкір сүйіктісінің көзін құртқан болар. Күдіккеленген жігіт бұл тұжырымды жоққа шығарды. Айтуынша ол Алланы шынайы сүйген және жүктілігіне қарсы болмапты. Анықталғандай, бойжеткен кешкі сағат 6 мен 7 аралығында мерт болған. Ал жігіт жедел жәрдемге түнгі сағат 10-да хабарласқан. Қылмыс орын алған уақытта қайда болғанын сұрағанда, жігіт тұтығып қобалжи бастайды. Нәтижесінде ағына жарылуға мәжбүр болған. Шәкір Уәлиев отбасылы ер адам. Жұбайы және кішкентай қызы бар. Ал Алламен жасырын түрде кездесіп жүріпті. Енді тергеушілердің күдігі үдей түсті. Бәлкім жүкті болып қалған көңілдесі оны бопсалаған шығар. Одан қалса, жұбайымен ажырасып, өзіне үйленуді талап етуі мүмкін. Өзіне тағылған айыптауларды жігіт жоққа шығарды. Айтуынша, қылмыс болған сәтте ол отбасымен бірге болған. Оны оның жұбайы және көршілері растады. Енді тергеушілерде күдікті жоқ және қылмыстың себебі беймәлім. Қарақшылық тонау болмағаны анық. Себебі марқұмның бағалы заттары мен ақшасы қолды болмаған. Қылмыс көлік ішінде орын алғанына қарағанда, қаскөйді марқұм өз еркімен кіргізген сияқты. Яғни бірін-бірі жақсы танитын болса керек. Енді тергеушілер марқұмның өмірін және араласатын ортасын мұқият шолуға кірісті. «22 жастағы Алла Анисимова бай қуатты толық отбасыдан шыққан. Ата-анасы бизнеспен айналысады. Бойжеткен еліміздегі беделді халықаралық бизнес академиясының түлегі. Ортасының алды, қымбат шетелдік көлігі бар. Кеңсе тауарларын көтерме бағамен сататын Арником фирмасында жұмыс жасайтын. Араздасып жүрген дұшпандары жоқ. Дей тұрғанымен, ата-анасы 1 жылдай бұрын ажырасып кеткен екен. Бірақ қарым-қатынастары бұзылмаған. Әкесі мәрттік танытып, дүние мүлікті бөліске де салмапты. Ал анасы жарты жыл бұрын жаңа махаббатын жолықтырып тұрмысқа шыққан. Өзара қарым-қатынастарының жақсы болғаны соншалық, бойжеткеннің диплом алу кешінде туған әкесі, анасы және өгей әкесі болған.
Тергеушілер марқұмның әке-шешесімен және анасының жаңа жолдасымен тілдесті. Бірақ олар мардымды ештеңе айта алмайды. Дей тұрғанымен бір мәліметтің беті ашылғаны бар. Небәрі 22 жаста болған Алла тұрмыста болған екен. Яғни 20 жасында күйеуге шығып, бір жылдан кейін ажырасып кеткен. Бұрынғы күйеуі ішімдікке құмартып, қол көтеретін болыпты. Енді тергеушілерде жаңа күдікті пайда болды. Бәлкім бұрынғы күйеуі Алланың басқа жігітпен кездесіп жүргенін біліп қойған болар. Сөйтіп қызғаныштан өлтіріп тастаған сияқты. Алайда бұл тұжырым расталмады. Оқиға кезінде бұрынғы күйеуі қала сыртында болған екен. Яғни достарымен бірге табиғат аясында демалыста болған. Осылайша тергеушілер тағы бір күдіктіден айырылды. Бірде бір күдікті жоқ және қылмыстың себебі әлі де белгісіз. Тергеу тығырыққа тірелді. Бойжеткеннің мерт болғанына 20 күнге жуықтаған. Сақшыларға тергеу шараларын қайтадан бастауға тура келді. Енді көлікте табылған қоштасу хаты мұқият зерделене бастады. Хаттың мазмұны түсінікті. Марқұм жақындарынан кешірім сұрап, қош айтысқан. Бәлкім хатты бойжеткеннің өзі жазбаған болар. Яғни тергеуді адастырғысы келген қанішердің құйтырқы ісі. Бірақ сараптама нәтижесінде хатты марқұмның өзі жазғаны анықталды. Тергеушілердің басы дал болып отыр. Марқұм өзіне қол жұмсамаған, бірақ қоштасу хатын қалдырған. Демек ол өзінің өлетінін алдын ала білген болып тұр. Басқа жағынан қарайтын болсақ, хатта өлім туралы бір ауыз сөз жоқ. Марқұм жақындарынан кешірім сұрап, олардың өмірлерінен бір жола кететінін айтқан. Бәлкім ол басқа қалаға немесе шетелге көшпек болған шығар. Яғни жақындарымен әлдебір араздасудың болғаны анық. Енді тергеушілер марқұмның әкесімен және анасымен тілдеседі. Бірақ олар қандай да бір араздықтың болғанын растаған жоқ. Сосын тергеушілердің назары марқұмның өгей әкесіне түсті. Аты жөні Александр Хо, 48 жаста. Қаладағы белгілі дәрігер, яғни невропатолог. Өзінің жеке клиникасы бар. Тергеушілер оны бөлімшеге шақырмай-ақ жұмыс орнында тілдеспек болады. Бірақ клиникасына келген сақшыларды көрген Александр қисынсыз әрекеттер жасап кеткен. Тергеушілер тіпті амандасып та үлгермейді. Александр өзінен өзі байбалам салып, білектерін осқылай бастаған. Нәтижесінде сақшыларға жедел жәрдем шақыруға тура келді. Сөйтіп Александр арнайы күзетпен ауруханаға жатқызылған. Бірақ жұмған аузын ашпайды. Ал оның клиникасын тінтіген тергеушілер сорақы жайттарға тап болды. Барлық бөлмелерде жасырын камералар орнатылған. Ал жеке компьютерінен науқастардың жалаңаш күйдегі видеолары табылды. Яғни емделуге келген науқас келіншектердің бәрін жасырын түрде таспалап, жинап жүрген. Бірақ сорақысы бұл емес. Мыңдаған файлдардың арасынан дәрігердің әлдебір пациентпен жыныстық қатынасқа түскен видеосы анықталды. Ал әлгі пациенттің ақыл есінде кінәраты болған. Яғни дәрігер оның кемістігін пайдаланып, азғын әрекеттерін жасаған болып тұр. Абдырап қалған тергеушілер оның компьютерін әрі қарай зерттеп, тағы бір тосын жайтты тапты. Анықталғандай, ол Алла Анисимованың көлігіне GPS құрылғысын орнатып, қайда жүргенін бақылап отырған. Тың деректер ашылғандықтан, тергеушілер Александрды жауап қалды. Еңсесі түскен дәрігер жасырын интимді видеоларға қатысты кінәсін бірден мойындады. Признаюсь добровольно, чистосердечно признаю и раскаиваюсь в содеянном хулиганском поступке и прошу, так сказать, извините и простите меня. Сондай-ақ, өгей қызының көлігіне GPS құрылғысын қойғанын растайды. Бірақ өліміне мүлдем қатысы жоқтығын айтқан. Сөзінше, Алла қыдырғыш қыз. Әрдайым бір бәлекеттерге ұрына беретін болған. Өз қызындай жақсы көргендіктен уайымдайтын болыпты. Яғни әлгі GPS құрылғысын осы себептен қойған. Какой вам вводил условную операционную систему автомашины Анисимова? Еще раз, чтобы отследить маршрут. Мало, что на этой машине ездит не она, а кто-то другой, что маршрут очень большой для движения по городу. Насколько эта система простраивалась? Ал қылмыс болған кезде Қаскелен қаласындағы әжесінің үйінде болғанын айтады. Бірақ тергеушілер оның өтірік айтып жатқанын жақсы білетін.
Себебі биллинг бойынша Александрдың ұялы телефоны оқиға кезінде мәйіт табылған автотұрақта болған. Нәтижесінде ебіл-дебіл жылаған Александр Хо қылмысын мойындауға мәжбүр болды. Анықталғандай, Александрдың өгей қызымен қарым-қатынасы өте нашар болған. Екеуі әрдайым тістесіп қала беретін болғанымен, айтарлықтай үлкен дауға ұласпайтын. Сайып келгенде, бойжеткен оны анасына лайықты деп көрмеген екен. Ал Александр болса, өгей қызын бұзылған және шамадан тыс ерке деп есептейтін. Айтуынша, Алланың мәселесі таусылмайтын болған. Күйеуге шығып ажырасқан, жанұясы бар жігітпен жүреді. Оған қоса, көлігін қайта-қайта соғады. Ал оны жөндеуге ақша жұмсайтын Александр. Сондай-ақ күнделікті жүріс-тұрысына кететін ақша бар. Яғни өгей қызы ол үшін бітпейтін шығын. Бірақ Алла оның жасаған жақсылықтарын бағалаудың орнына басынатын болған. Аузына келгенін оттап, жұрттың көзінше абыройын төгеді. Осылайша Александрдың бойында өшпенділік ояна бастаған. Потом мне сказал, что маме тоже деньги, что маме деньги тоже нелегко достаются. А в последнее время, на машину за последний месяц там и лобовое стекло мы поменяли в резкой форме. Сказал, что я вообще не лез. Деньги типа восстановим, отдаст этот за лобовое стекло. И чтобы я не лез в ее личную жизнь. Оқиға күні олар кезекті рет қырық пышақ болып, Алла бөлек тұратын болып шешкен. Яғни көлікте табылған қоштасу хаты осы себептен жазылса керек. Бірақ бірнеше сағаттан кейін ашуы тарқаған Александр өгей қызына хабарласып сөйлесуді ұсынған. Бірақ Алла әдеттегідей аузына келгенін айтып, тұтқаны қойып тастайды. Ызаға булыққан Александр өгей қызының жұмысына аттанып, оның көлігінің қасында күте бастайды. Сөйтіп Алла жұмыстан шыққан соң, екеуі көлікке отырған. Бірақ әңгімелері мүлдем жараспайды. Кезекті былапыт сөздерді көтере алмаған ол қыздың бетінен ұрады. Сосын мойнына жіп салып қылқындыра кеткен. Жан таласып қорғанған бойжеткен бірнеше минуттан кейін қозғалмай қалды. Ал Александр болса, марқұмның телефонын сөндіріп, көліктен шығып кеткен. Разозлившись и в состоянии аффекта я ударил левой рукой ладошкой. Как именно ударил? Я привстал и нес вот так удар. Она после удара и наклонила голову вниз. И правой рукой я хотел перекинуть эту веревку и начал давить. Она так подергалась, а потом раз ее как бы... Сот отырысында бойжеткеннің өлімі ғана емес, әлгі интимді жасырын видеоларға қатысты іс қатар қаралды. Десекте, таспаланып қалған науқастардың басым бөлігі арызданудан бас тартып, тек екеуі қалды. Ал Александр Хо болса ақталып әлек. Интимді видеоларға қатысты кінәсін толық мойындап отыр. Бірақ өгей қызын қасақана өлтіргенін жоққа шығарады. Айтуынша, ашуға ерік беріп өзінің не істеп қойғанын білмей қалыпты. Алайда қылмыс нышандары оның жауаптарын жоққа шығарып тұр. Ол өзімен бірге жіп алып барған. Демек қылмысты алдын ала жоспарлаған болып тұр. Прокурор 23 жыл сұрағанымен 49 жасқа толған Александр Хо 15 жылға қамалды. Сондай-ақ, марқұмның жақындарына 1.868.000 теңге өтемақы төлеуі тиіс. Ал интимді видеолар бойынша жәбірленген екі келіншекке 100.000 теңгеден. Сотталған Александр Хо осы жылы, яғни 2026 жылы бостандыққа шығады. Жасы 63-те. Еркіндікке шыққан соң, әйтеуір бір нанын тауып күнелту керек. Демек ол медициналық қызметіне қайта кірісуі мүмкін. Аты жөнін және жүзін есіңізде сақтап, жақындарыңызды ескертіп қойыңыздар. Арнаға жазылуды ұмытпағайсыздар. Абай болайық.